Ахмет Байтұрсынұлы. Аққу, шортан һәм шаян. Жүк алды шаян шортан, аққу бір күн, жегіліп тартты шеуі дүркін-дүркін, тартады аққу көкке шаян кейін, жылқиды суға қарай шортан шіркін. Бұлардың машақаты аз болмады, жұмысы орнына кеп мәз болмады, тартсада бар күштерін аямаяқ, аслан жүк орнынан қозғалмады. Оншама ол жүк артық ауыр емес, қыр сырттан пәлен дәуде тәуір емес, жүк бірақ әлі күнге орнында тұр, бірыңғай тартпаған соң бәрі тегіс. Жігіттер мұнан ғибрат алмай болмас, әуелі бірлік керек болсаң жолдас, біріңнің айтқаныңа бірің көнбей, істеген ынтымақсыз ісің оңбас. Балақай, бірлік болмай, тірлік болмас дегенді қалай түсінесіңдер? Әрине, бірлік дегеніміз ортақ жұмыс жасағанда ұйымшылдық көрсету. Бірлік адамдар арасындағы ынтымақтың, көркем татулықтың көрінісі, ел болудың бірден бір шарты. Ал Ахмет Байтұрсынұлының аққу, шортан һәм шаян мысалында жүк неліктен орнынан қозғалмады деп ойлайсыздар? Әрине, шығарма барысында кейіпкерлер арасында ауызбіршіліктің, ынтымақтың болмауы байқалады. Сондықтан балалар, әрдайым бірлікте, ауызбіршілікте болайық. Жұмыла көтерген жүк жеңіл деген мақалды естен шығармайық.